Бүгінгі үйренетін сөздердің тізімі осылай болады: кем, есе, екі есеге, қолданушы, қолжетімділік, көпшілік, тіркелуші, теріс, жазылушы, қаралым, артықшылық, ақпарат ағыны, жалған, дерек, бұрыс, бейресмі, кері әсерін тигізу. Сөздердің тізімі орыс тіліне оқимын, тыңдаңыздар. Менее, доля, вдвое, пользователь, доступ, публика, пользователь, отрицательный, подписчик, просмотр, преимущество, поток информации, ложный, данные, неправильный, неофициальный, оказать отрицательное влияние, оказывать влияние. Сөздердің тізімін қолданып, шығармамды жазайын, тыңдаңыздар. Шығармамды тыңдаңыздар. Ақпарат технологиясы меңгерушісінің бір жұмыс күні. Сағат 10-да ақпараттық технологиялар жүйесінің меңгерушісі жаңа жүйенің қолданушыларына электрондық хат жазды. Компаниямыздың жаңа саясаты бойынша кез келген қызметкерлерімізге құпия ақпаратына рұқсат алуға болмайды. Қолжетімділік тек арнайы рұқсат қолданушыларға ғана беріледі. Рұқсат алу үшін біздің компаниямыздың қағидасы бойынша әрбір қызметкер 2 жылдан астам жұмыс істеу қажет. Сіздер 2 жылдан кем жұмыс істеп жатырсыздар. Түскі аста. Дәл сол күні түскі аста жүйенің меңгерушісі интернеттен бір жарнаманы көрді. Енді біздің бағдарламамызға тіркелушілер ретінде қош келдіңіздер. Арнамызға тіркеліңіздер. Пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Теріс пікірлеріңіз де қош келдіңіздер. Барлық жазылушыларға қуаныштымыз. Арнамыз 1 миллион қаралымға жетті. Оған қоса өткен жылына қарағанда жүйеміздің жылдамдығы 2 есеге түсті. Құттықтаймыз. Жарнамасының сонында көпшілік қол шапалақты. Қолданушыларға оны жалпы ұнайды, деп ойлады жүйенің меңгерушісі. Сағат 14-те жүйенің меңгерушісі мақаласына жазды. Жасанды интеллект ақпарат ағынын сұрыптауын жақсы орындайды. Оның қолдауына артықшылықтары көп. Олардың бірі ол жалған ақпараттың пайдалы деректерінен сұрыпта алады. Демек, көпшіліктің бұрыс бейресми ақпаратына жетуге ешқандай мүмкіндігі жоқ. Жалған бейресми ақпараты көпшілікке кері әсерін тигізбейді деп ойлаймын. А теперь я зачитаю текст на русском языке. Целью данного упражнения является синхронный перевод с русского языка, который вы услышите, на казахский язык. Один рабочий день системного администратора отдела IT. 10 часов утра. Системный администратор написал в электронном письме пользователям новой системы.
Согласно новой политике нашей компании, любым нашим сотрудникам запрещено получать доступ к конфиденциальной информации. Доступ предоставляется только специальным авторизованным пользователям. Для получения разрешения, согласно принципу нашей компании, каждый сотрудник должен проработать более 2 лет. Вы работаете менее 2 лет. Обед. В тот же день системный администратор увидел в интернете одну рекламу. А теперь добро пожаловать в нашу программу в качестве зарегистрировавшихся пользователей. Подпишитесь на наш канал. Не забывайте оставлять свои комментарии. Ваши негативные комментарии тоже желанны. Мы рады всем подписчикам. Наш канал достиг 1 000 000 просмотров. Кроме того, по сравнению с прошлым годом, скорость нашей системы удвоилась. Поздравляем! В конце рекламы публика аплодировала. Системный администратор подумал, что пользователям это в целом нравится. 14 часов. Искусственный интеллект хорошо справляется с сортировкой информационного потока. Преимуществ его применения много. Одно из них – он может отфильтровывать ложную информацию от полезных данных. Следовательно, у публики нет никакой возможности доступа к искаженной неофициальной информации. Я считаю, что ложная неофициальная информация не будет оказывать на публику негативного влияния, написал системный администратор в своей статье.